Жан хабар. Баяғыда бір Адым деген жігіт сиқырлы кітапты іздеп Клоктауэр деген жерге келеді. Содан соң ол сиқырлы кітапты іздеуге кіріседі. Жан-жағына қарайды, бірақ таба алмайды, жүгіре береді бір кездері. Және де сол кезде алдынан бір белгісіз кітап атып шығады. Және де ол кітапты Адым міндетті түрде алып сыртын оқиды. Бірақ та түсінбейді. Сонда да ол қуанышты болды. Сол үшін ол тырық-тырық күліп алады. Және де күліп алған соң шынымен де қасында басқа ешкім жоқ екенін қарап үңіліп шығады. Ешкім жоқ екенін тағы да бір рет көреді. Және де тағы да кітабына қарап өз-өзіне сене алмай, шынымен оңай болғанын көріп, тағы да күліп алады. Және де ол атына қарап, жан-жағына қарап тұрған кезде артынан шайтан келеді. Және де ол шайтанды байқамай қалады. Бір кезде артына қарап қалғанда шайтанды көріп шошып кетеді. Сол кезде шайтан: Сәлем адам баласы, сен мұнда кітапты алу үшін келгенді білем. Және де бұл кітапты алғаның үшін сенің отбасың өлді. Менің самурайларым оларды міндетті түрде өлтіреді дейді. Сондықтан адам қорқып, одан қашып үйіне қарай жүгіре береді. Оның үйі факторда еді. Және де ояқта отбасы болатын. Және де ол жаққа қарай ол жүгіре береді, аяғы талмастан жүгіре береді. Отбасын ойлап жүгіре береді. Сол кезде шайтан жай ғана алыстан бақылап тұра берді. Сол кезде Адым да үйіне жетіп қалған болатын. Және де ол үйіне жеткенше, ішіне кіргенше асығып, көршілерінен барлығынан жағдайды сұрауынша асығады. Және де ол қастарына барады. Көрсе барлығы жылап тұр екен. Және де ол барлықтарынан менің анам қайда, әкем қайда, бауырларым қайда деп барлығынан сұрайды. Бірақ та ешкім жауап қатпайды. Жай ғана жылап тұра береді. Сол үшін Адым өте жынданады және де ашуланады. Сондықтан ата-анасына айырылғандықтан жылайды. Ұзақ жылайды, бірақ та ол қайтпау керектігін біледі. Олардан кек алу үшін ол қайта тұрады. Олардан кек аламын деген мақсатпен қайтадан сояққа баруға бел шешеді. Сондықтан ол жүгіре береді, қайтадан келген жағына барады. Бірақ та сол мезетте шайтанның самурай жендеттері ол кітапты алып кетіп бара жатқан болатын. Және де ол үлгермейді. Самурай қыз оны ешқашан алмайды. Бұл кітапты ешкім ешқашан алмайды деп айтып, өзінің сарайына қарай кете барады. Қыз кетіп қалған сәтте Адым да сарайға жеткен болатын. Ол жерден бірақ Адым ешкімді де, еш нәрсені де таба алмайды. Сондықтан да ол тағы да ашуланады, жынданады, тағы да жылай түседі.